Сәлеметсіздер ме? Бүгін депозитті сатып алу және сату туралы айтатын боламыз. Ең бірінші, егер жинақталған банк сыйақысы сомасы 50 мың вознаграждениеден, яғни теңгеге дейін болса, онда жинақталған банк сыйақысына 2-ге көбейтіледі. Яғни 2 есе пайда көресіз. Егер жинақталған сома 100 мың теңгеге дейін болса, онда 3-ге көбейтіледі. Ал егер 100 мыңнан жоғары болса, онда 4 есе көбейтіледі. Сонда 4 есе пайда көресіз. Мысалы қарастырайық, депозитте 1 миллион теңге бар дейік. Оның вознаграждениесі 40 мың теңге. Яғни 1 миллионды қосамыз, жақшада 40 мың көбейтілген 2. Және біріншісі ол 50 мыңнан аз ғой. Көбейтеміз 2, аламыз 0,5%-тен, 5 мың, яғни 5 мың теңгеден. Сонда тең болады 1 миллион 75 мың теңге. Яғни сіз 75 мың теңге пайда көріп отырсыз. Тағы бір айта кететін жайт, егер де вознаграждение 8 мыңнан жоғары болса ғана, бізде сату құқығымыз бар. Және 18-ге толмаған балалардың депозитін сата алмаймыз. Тек қана кәмелетке толғанда ғана сатуға болады. Енді отбасы банк сайтына кірейік. Мінекей отбасы банк деп жазамыз. Содан кейін астыңғы бөлімінде бізде интернет банк деген бар. Соған басамыз, интернет банкке. Сосын егер де сізде логин пароліңіз болса, соны жазасыз. Егер жоқ болса, регистрация жасайсыз. По номеру документа или альтернативный код бойынша өзіңіздің телефоныңызды тересіз және далее деп басып регистрация жасайсыз. Сосын кіресіз. Онда операция и ваши продукты деген бар. Соның ішінде ваши продукты дегенді басып, ішінде депозит деген бөліміне кіресіз. Депозит дегенді басасыз. Сонда барлық данныйларын шығады. Бұл жаңа болғандықтан менде 0 теңге, 0 вознаграждение. Енді қол жетімді операциялар деген бөліміне депозитті шегінімге шығару дегенді басасыз. Солайынан сатуға болады. Менде мұнда жалпы жинақ 8 мыңнан аз болғандықтан сатылмайды. Ал сіздер өзіңіздің сатылымға қоюға болады. Содан кейін депозиттерді іздеу деген бөліміне барып, салым топтарын іздеу жүйесіне қош келдіңіз деп осылай шығады бетінде. Сосын да стоимость жилья, яғни жылжымайтын мүліктің құнын, қарыз мерзімін, бағалау көрсеткішін барлығын жазып, депозиттерді іздеу дегенді басасыз. Сонда барлығы шығады. Міне ұсыныс 1 деп, мінекей салымдағы сома, сыйақысы, сатушының үстемесі, банк комиссиясы, яғни банк комиссиясы міндетті түрде естеріңізде болсын. Мінекей екіншісі дәл сондай депозиттің мерзімі, келісім құны, яғни бұл 3,461,470 теңге, ол сатып жатыр 3,721,345 теңге. Бұл ақшаны автоматты түрде шығарып береді. Яғни есепті, оны сіз есептемейсіз, осы сайт түгелін есептеп, қанша теңгеге сататынын барлығын көрсетіп қояды. Сосын мұнда сатып алу деп басып, сіз өзіңіздің қолыңызды қойып, оған уведомление келіп, ол кісі келісім берсе, болды, сатып аласыз осылай.